Мәтінді есептерді теңсіздік құру арқылы шешу келесі алгоритм бойынша орындалады. Ең алдымен, айнымалылар енгізіп, есептің шарты бойынша ізделінді шаманы анықтап, оны x, y немесе арқылы өрнектейміз. Ізделінді шаманы табу үшін қажет айнымалыларды енгіземіз. Есептің шартында берілген айнымалылар мен ізделінді айнымалылар көмегімен теңсіздік құрастырамыз. Құрастырған теңсіздікті шешеміз. Соңғы кезең жауабын жазамыз. Мысалы, Арсен 540 беттен тұратын кітапты оқиды. Күнде оқыған беттер саны өзара тең. Ол кітапты бір аптада толығымен оқып шықты. Егер 3 күнде оқыған беттер саны кітаптың барлық бет санының жартысынан кіші болса, онда ол күніне қанша бет оқыған? X деп Арсеннің бір күнде оқыған бет санын белгілейік. Есептің шарты бойынша 7x үлкен не тең 540 деген теңсіздік аламыз. Яғни x үлкен не тең 80. Сонымен қатар, шарт бойынша 3x кіші 540 бөлінген 2 екені белгілі. Яғни x кіші 90 шығады. Сонымен x үлкен не тең 80 және кіші 90 болады. Немесе Арсеннің күніне оқыған беттер саны 80 беттен артық не тең және 90 беттен кем.